На данный поединок боец из синего угла выходит с желтой карточкой. Фатхулла Абдуманномов тиісті салмақ дәрежесін таразда көрсете алмаған екен, сол себепті сары карточкамен бастайды. Ол жекпе-жекті кеттік. Алғашқы раунд. Сәл бойшаңдау. Мақсум Бейляров. Енді қаншалықты басымдық айналатын, оны уақыт көрсете жатар. Бірден міне қашықтықты көрсетіп қоймақшы. Аяқтан жақсы бас салды, қазір жақсы салды. Және бар тейкдаун. Тамаша. Ашық гард. Бейляров. Әзірше қапаланып жатқан жоқ ешкім. Жаман емес. Хибамп деп аталатын, грэпплинг джиу-джитсу әлемде қарсыласты бір өңгеру тәсілі. Қазір үшбұрышқа лек па? Айтып білген жоқ. Қараңыздар, үшбұрыш қараңыздар. Жағдай қиын. Мынандай түн күйді. Берілді, стоп. Бір минутқа да жеткізген жоқ. Бейляров үшбұрышты дер кезінде көріп қалды, қолданып қалды. Осылайша қатарынан 4-ші жекпе-жекте Бейляров жеңімпаз атанып келді. Яғни кәсіпқой ММА-дегі дебюттан кейін бұл спортшы жеңілмей келеді. Қарап шығайық жаңағы. Міне дәл осы сәтте бұл жерде негізінен техникалық нокаут, қылқындыру әдісі болған жоқ, шынтақпен соққылап тастады. Время остановки поединка ровно 55 секунд первого раунда. Бұл жекпе-жекте қылқындыру әдісімен жеңіске жетті. Победу одержал Дартим Алматы-Уфа Россия Максум Ниндзя Бейляров.